Сәлеметсіздер, қайырлы кеш. Бүгін бізде слайм туралы ақпарат деп айтамыз. Әркімге батыр слаймның тыңдары да бар. Кейбіреуіне батыр слайм, кейбіреуіне лизун, кейбіреуіне кәдімгі көп түрлі слаймдар. Егер сіздің батыр слаймыңыз қатып қалса, мен сіздердің қажеті жоқ деп ойлаймын. Оған ең біріншіден қоспалар қосу керек. Крем бізде әртүрлі крем қосуға болады. Кремді қосамыз. Ең бірінші қосамыз, қосамыз, сосын макияж қосамыз. Сосын слайм шамалын істегенде шығады, сол өсіп қалатын слайм бар ғой. Бізде банайтындай слаймға крем қосамыз, содан араластырып, еще раз қосамыз. Крем банайттан бұл тартқан кезде бірден үзіліп қалады. Жұмсақ болады да, бірақ тартқан кезде үзіліп қалады. Сондай болса, баста қосып жібереміз. Онша көбіне шамалар аз, қандай мөлшерде қосып жіберіңіздер. Сосын араластырыңыздар, и потом егіде болады. Менікі болған қатқан, мен барлық реакцияны істердім. Сондай болды. Битосы күнішке орай өшіріліп қалды. Слайм лизун ұнататындар. Қандай слайм ұнатасыны комментарияға жазып кетіңіздер. Ал менің слаймымды қалай ойнайтынымды көріңіздер. Неге?